мәселе өте күрделі, дәл жаздағыдай болмағанмен, бірақ аурушаңдықтың жоғарылайды деген болжам бар біздерде. Британдық, оңтүстік африкалық, бразилиялық қосымша штамдар пайда болып жатыр. Балалардың арасында да ауру тудыру қаупі жоғары болып тұр. Бізде 1200 кереует жұмыс жасап тұр. 397 науқас жатыр. Жалпы кереует қорының толуы 33%-ды құрап отыр. Оның ішінде 30-ы науқастар жан сақтау бөлімінде. Айтатынымыз, той жасайтында, садақа жасайтында кезең алда әлі өмір болса, оның барлығын шыдамдықпен, сабырлықпен қарау керек.